Бәріне сәлем, сіздермен қысқаша кино 2019 жылғы анимациялық комедияның сюжетін талдаймыз. Фильм қызыл аяқ киім мен жеті гном. Ертегі аралында көптеген ханзадалар, ханшайымдар, бақсылар мен айдаһарлар тұрады. Қиыншылық келгенде адамдар қорықпайтын жетіні шақырады. Бір күні ханшайымды қорқынышты айдаһардан құтқарып жатқанда, жетеуі бақсыға ұқсайтын жасыл әйелді тапты. Жетінің көшбасшысы Мерлин оған бірден шабуыл жасады. Бұл бақсы емес, бақытсыз. Құтқарушыларға қатты қарғыс айтқан ертегі ханшайымы болып шықты. Енді кімде-кім жетіліктің кез келген мүшесіне қараса, батыр бірден кішкентай жасыл гномға айналады. Сиқырды алып тастаудың жалғыз жолы әлемдегі ең сұлу қызды сүю. Жігіттер олардың ұсқынсыз келбетіне байланысты мүмкін емесіне сенімді. Биік құлыпты патшайым Регина. Ол шын мәнінде патшалықты жаулап алған зұлым сиқыршы. Сиқырлы ағашқа жақындайды. Күн сәулесі ағашқа тигенде, оның бұтақтарындағы алма қызыл аяқ киімге айналады. Бақсы аяқ киімін киіп, бірден әдемі жас қызға айналады. Бірақ салтанатты сәті ұзаққа созылмайды. Өйткені аяқ киім шаңға айналады, ал Регина қайтадан ұсқынсыз кемпірге айналады. Бақсы ашуланып, аяқ киімін өзінің кішкентай ағаш көмекшілерінің біріне лақтырады. Түнде Регинаның асырап алған қызы томпақ ақшақар ханшайым сиқырлы ағашпен залға жасырын кіреді. Ақшақар миньоннан жасырынып, залдан әкесі ақ патшаның күнделігін табады. Күнделіктен ханшайым Регинаның бір күні олардың сарайының табалдырығында өте әдемі әйел ретінде пайда болғанын және көп ұзамай патша оны әйелдікке алғанын біледі. Патша бұтақтарында ғажайып айнасы бар сиқырлы Регина ағашы неғұрлым үлкен болса, патшалықтан соғұрлым көп адам жоғалып кеткенін байқады. Патша айнамен сөйлесіп тұрған Регинаның соңынан еріп, оның бақсы екенін түсінеді. Содан кейін билеуші ақшақарды мұнаралардың біріне жасырып, қызынан зұлым бақсыны жеңу үшін қорықпайтын жетеулікті тауып беруін өтінеді. Содан кейін ол үсті-үсті жоғалып кетті. Таң атқанда ақшақар ағаштан қызыл алманы байқап, оны жұлып алады. Көп ұзамай пайда болған Регина оның алдында аяқ киімін ағашта киген ақшақар екенін білмей, таңғажайып сұлу қызды көреді. Бақсы ұрыны ұстамақшы, бірақ ол сыпырғышын алып қамалдан қашып кетеді. Ал ағаш кеуіп жатыр. Бұл Регинаны ашуландырды. Бақсы ғажайып айнаға барады. Ол әрқашан шындықты айтады. Және қызыл аяқ киім киген бейтаныс адамның қазір патшалықтағы ең әдемі қыз екенін біледі. Айна Регинаға ұрыны ұстау үшін серіктестер табуға кеңес береді. Бұл кезде ақшақар жетінің үйінің қасына тым жұмсақ қонбай ішке кіреді. Қазір ешкім жоқ жерде жетінің қайтып келген мүшелері басып кіру белгілерін байқап, ертегі ханшайымның осында оралғанын және оған шабуыл жасағысы келетінін шешеді. Ақшақарды көрген гномдар қыздың сұлулығына таңырқап қатып қалады. Алайда Ганс оны басынан табанын соққысымен ұрып ұйықтатып тастайды. Көп ұзамай есін жиып, гномдардың үйіне басып кіргені үшін кешірім сұрайды. Және оның айнадағы керемет көрінісін көргенде қатты таңғалады. Ақшақар адаспайды және өзін әрқашан сондай сұлу болғандай ұстайды. Гномдар оның атын сұрағанда, қыз аяғына қарап, атын ханшайым қызыл аяқ киім деп ойлап табады. Жігіттер жауап ретінде өз есімдерін атайды, бірақ өздерінің сиқырлы қорықпайтын жетеулік екенін мойындамайды. Гномдар қызға әкесін іздеуге көмектесетініне келіседі. Ханзада Середняк әртүрлі ханшайымдарды туған күніне арналған кешке шақыруға тырысады. Өйткені бәрі одан бас тартуға жақсы себептер табады. Осы кезде Регина пайда болып, ханзадаға ханшайымның қызыл аяқ киімінің портретін көрсетеді. Середняк ханшайымның ізінен түсіп, оны мерекелік кешке шақыруды ұйғарады. Ал орташа бақсы аяқ киімін қайтару үшін осы мүмкіндікті пайдаланғалы жатыр. Түннің бір уағында ханшайым терезенің сыртында әкесіне ұқсайтын көлеңкені байқап көшеге жүгіріп шығады. Оған үлкен ағаш қоян шабуыл жасайды. Мерлин қызға көмектесуге тырысады, бірақ ол сиқыршыға қараған бойда ол қайтадан жасыл гномға айналады және қояннан ауыр соққы алады. Пайда болған Артур ағаш қуыршақпен күресе алады. Содан кейін ханшайым мен гномдар үйге оралады. Гномдар байғұс әйелдің әкесін табуға көмектескісі келеді және қалада жоғалған әкесінің портреттері бар парақшаларды таратуға ұсынады. Артур Экскалибурды тастан шығарғысы келеді. Бұл оған тиесілі болу керек, бірақ оны жасай алмайды. Ханшайымның тастан оңай суырып алғанын көріп, Артур өзін аянышты және бақытсыз сезінеді. Қыз мұны көріп, кешірім сұрайды да қылышын орнына қояды. Бұл арада Мерлин ағаш қоянға қарайды. Жігіт сәбіздің
олардың көмегімен құбыжықты қолға үйретіп, тіпті мініп үлгереді. Ханшайым Артур қыздың әкесінің бар парақшаларды таратып жатыр. Ақшақар портреттен өзінің парақшадан суретін көреді. Сұлу қызға Середняктың оққағары назар аударып, оның артынан қуады. Ханшайым Середняктың оққағарларынан аяқ киімін шешіп алдай алады. Қала күзетшілері қыздың аяқ киімін алып, оны қорлай бастайды. Ақшақар ерлердің бірін қатты соққымен ұйықтатып тастайды. Ал қалғандарын олардың алдында әдемі серігі тұрғанын білмейтін, уақытында келген Мерлин таңғалдырады. Мерлин аяқ киімін қызға беріп кетіп қалады. Ақшақар аяқ киімін тағы да киіп, ол Мерлинмен бірге Середняктың оққағарларынан қашып, ағаш қоянға секіріп үлгереді. Көп ұзамай орта жастағы ханзада өз жауынгерлерімен бірге қорықпайтын жетеуліктің үйіне жетіп, оған ханшайымды беруді талап етеді. Бірақ гномдар күзетшілерге батылдықпен асығады. Шайқаста шешуші рөлді үшем өнер тапқыштар Пино, Ноки, Кио ойнайды. Олар өздерінің үлкен ағаш роботында жауынгерлерді қашуға айналдырады. Середняк күзетшілердің ізімен қашып кетеді. Ал ханшайым жігіттерге құтқарғаны үшін алғыс айтады. Кешке ханшайым Мерлин екеуі шын жүректен сөйлеседі. Ақшақар өзінің шынайы келбетін серігіне ашуға бел буады. Бірақ аяқ киім қандай да себептермен оның аяғынан сырғып кеткісі келмейді. Өз сарайына оралғанда Середняк Регинамен тағы да кездеседі. Бақсы ханшайымның сәтсіздігіне ашуланып, ханзадаға алма береді. Ол оққағарымен бірге алып, ағаш құбыжықтарға айналады. Келесі күні ханшайым гномдарға күзетшілермен шайқаста зардап шеккен үйді қалпына келтіруге көмектеседі. Балалар үшемнің роботын алып, жоғалған ақпатшаны іздеу туралы көптеген парақшаларды қаланың үстіне шашады. Роботты басқара алмаған соң, Мерлин мен ханшайым апатқа ұшырап жерге құлады. Екеуі қайтадан шын жүректен сөйлеседі. Содан кейін қыз ақыры жасыл гномды сүюге келседі. Алайда Мерлин қатты таңданып, қайтадан адамға айналмайтынына ренжіді. Оққағарлармен бірге құбыжыққа айналған Середняк пайда болған кезде гном өзінің қайта сүюді сұрайды. Мерлин ханшайымға оған қарамауды және жартастың қарама-қарсы шетіне қашуды бұйырады. Өзі үш құбыжықпен батыл күреседі. Сиқыршы екі қолбасшыны жеңеді, ал ханзадамен біраз уақыт күресуге тура келеді. Мерлин құбыжықтың аяғының астындағы тас көпірді құлатып үлгереді. Содан кейін гном өзінің жемісімен серігінің алдында өзін мақтайды. Алайда Середняк Мерлинді ұстап алып, онымен бірге суға құлайды. Ханшайым жолдасын құтқару үшін ізімен асығады. Алайда Мерлинді үйінділер арасынан босату үшін оның күші жеткіліксіз. Қыз аяқ киімін шешеді. Содан кейін оған әдеттегі келбетімен оралады. Ханшайым серігін құтқарып, онымен бірге жағаға шығады. Осы кезде Регинаның көмекшісі пайда болады. Ал бақсы ханшайымды ғажайып айна арқылы көріп, оның Ақшақар екенін түсінеді. Бақсы аяқ киімді өз бетімен қайтаруға бел буады. Кешке Ақшақар Мерлинге айлакер Регинаның олардың патшалығына қалай пайда болғанын және оның толық хауызға қалай келгенін айтады. Қыз егер оларға шын бейнесін үлкен салмақта көрсе, гномдар оған ешқашан көмектеспейтініне сенімді. Ал серігі жауап ретінде не айтарын білмейді. Мерлин орманға кетіп бара жатыр, өзімен сөйлесу үшін. Онда ол Ақшақардың шын мәнінде ұнататынын түсінеді. Ханшайым осы сәтте аяқ киімін қайта киеді. Қыз орманда жүргенде Мерлинмен кездеседі. Ол одан аяқ киімін шешіп, өзі болуды сұрайды. Аяқ киім ханшайымның аяғынан сырғып кетуден бас тартқан кезде Мерлин оған сиқырлы алма береді. Ол көмектесу керек. Күтпеген жерден артында нағыз Мерлин ағаш қояндар, миньондармен пайда болады. Ал бірінші Мерлин бетперде киген бақсы болып шығады. Регина ханшайымды ұстап алып, оны өз сарайына апарады. Мерлин қызды құтқарғалы жатыр. Оған дейін миньондардан қалған жетілікке болған жағдайды ескертуін өтінген. Балалар бірден көмекке келеді. Артур тағы да Экскалибурдан тасты шығаруға бекер тырысады. Содан кейін үш емдер тасты сындырады. Ағаш қоян Мерлинге құлыпқа кіретін құпия туннельді көрсетеді. Өкінішке орай бақсы Мерлинді ұстап алады. Егер ханшайым сиқырлы алманы жемесе, оны өлтіремін деп қорқытады. Жеміс жеуге мәжбүр болған қыз бірден кішкентай ағашқа айналады. Сиқырлы айна Мерлинге ағашта қызыл аяқ киім өскеннен кейін Регина оларды киіп, патшалықтағы ең әдемі әйел болатынын және ханшайым өлетінін түсіндіреді. Ашуланған Мерлин өзін босатуға тырысады. Ағаш аю қалған жетілік пайда болған кезде шайқас басталады. Ағаш үлкен роботқа кедергі жасайды, бірақ жігіттер тайып кетеді. Ал тек сиқырлы айнамен ағашты қатты соққымен жойып жібереді.
Алғашқы жарықта ағаштың бұтақтарында алмалар қызыл аяқ киімге айналады. Бақсы оларды кигелі жатыр. Бірақ сол кезде Мерлин пайда болып, Регинаны ұстап алып, онымен бірге үлкен биіктен құлайды. Сиқыршы өзін құрбан етеді, және күшті жарылыс зұлым сиқыршыны жояды. Регинаның сиқыры да сейіліп, ағаш қоян ақпатшаға, ал миньондар кішкентай балаларға айналады. Қайтып келген Ақшақар әкесін қуана құшақтайды, бірақ Мерлиннің қайтыс болғанын естіген кезде көз жасын тия алмайды. Үшемдер қызға ауыр жараланған Мерлинді әкеледі. Ол қайтыс болғанға дейін Ақшақарға оның ең әдемі қыз екенін сыбырлап үлгереді. Ханшайым сиқыршыны сүйеді, ал оның сүюі Мерлинді адамға айналдырып қана қоймай, оны тірілтеді. Жетіліктің мүшелері жолдасының қасында қандай семіз қыз отырғанын түсіне алмайды. Мерлин және Ақшақар үйленеді. Жетіліктің қалған мүшелері өздерінің ерекше махаббаттарын тауып, дадан адам болды. Середняк кездейсоқ ертегі ханшайымның демалысын бұзады. Ол үшін оны жасыл гномға айналдырады. Жаңа кездесулер алдында көргеніңіз үшін рахмет.